келген қадамдарыңыз құтты болсын. Осы киелі қасиетті шалқар топырағына тек той деп, қуаныш деп келдіңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жеміс апай осы балаларының ортасында қызығына тоймай. Ұзақ ғұмыр кешсін деген тілек білдіріп енді. Шағын ғана кеше абу айтып еді, ертеңінде үйде шаңырақта құдалар, жақын әке аналарымыз болады. Кел, бір-екі тілегіңді айтып кет, арнауымды деп. Өзім тілегімді арнауыммен айтайын. Айғыр. Мен едім қайнар деген ақын адам, онша көп көрінбейтін сақын адам. Дегенмен анда-санда жылт етемін, жоғалып кетті деген аты жаман. Туғасын Ақтөбенің шалқарында, тулайды тентек шабыт қан тамырда. Еспарда елге қызмет етсем деймін, көпейдің қажетіне мал табуға. Ауыздыға әңгіме табылады, әңгіме болу керек мағыналы. Талай-талай өмірден өтіп жатыр қазақтың менмен деген саңылағы. Қанша жерден айтпайын деген менен, апоқ бауырым әкесін сағынады. Жеміс дейін жан-жары зейнетке кеп тіктеліп жатқан күні шаңырағы. Кешегі нұрландайын нар әкемнің бір аунап жатқан шығар әруағы. Жатталған перзентінің жүрегінде, айтатын менің көбет тілегімде. Ананың жатырынан шыққандықтан қадірін аналардың білемінде. Әрине сандуғаш пен жәзөк үшін жемістей ана бар ма бұл өмірде? Маған ақыл қондырған 10 жасында, әр сөзімді теңеген қорғасынға. Негізі ұлағатты ұстаздар ғой, білімнің еңбек еткен ордасында. Мен өзім апайларды жақсы көрем, мұғалімнің баласы болғасын ба. Апоқтың сөзін қалай қайтарамын, бір сөзді жігіт олда байқағаным. 40 жыл бір ұжымда еңбек еткен анасын шын батыр деп айта аламын. Жүргенмен бұл өмірдің арнасында, қашпайтын қадірлері 10 ғасырда. Бәрінен келе-келе құдаң жақын, бейтаныс боп келгенмен алғашында. 1000 жылдық құда болып шаңыраққа, тек тойға келіңіздер мәңгі осында. Арнайы шаризаттай құдаң келді, жекжатпен емін жарқын араласуға. Дариғадай анамда аман жүрсін, осынау аз ғұмырдың арнасында. Қайнарды демейді ешкім шабан еді, арқасынан қағуға жарады елі. Әулеттің құдағайы боп келетін, қаны гүлде аяулы анам еді. Дәл бүгін шалқар жаққа аттыреді, болсын тек тағдырының тәттірегі. Қаны гүл апайдың да қабыл болсын, кешегі бізге келген ақ тілегі. Жаны бір жемістейін анам менен, екеуі бір шаңыраққа бақты іледі.
айналған қара жердің кемесіне, өмірдің талай шыққан белесінде, Мейрамгүл апайым да аман жүрсін. Аман болсын шаңырақтың егесі де, бір шумақ арнамаған ұят болар, Апоқтай азаматтың енесінде. Сұлтан ағай жүзінің нұры болған, шешен жігіт талайды іліп алған. Тойларда ақ тілекті ерекше айтып, оған жұрт шын қуанып күліп алған. Ел көңілін көтеріп жүрген ағай, ешкімде дей алмайды бұны жалған. Сұлтан ағай жүріңіз сізде аман, өмірдің биігіне шығып алған. Шалқар шатақ дегенмен жарт шалқар, тап осы ағайлардан білім алған. Сол сұлтан ағайымның асыл жары, батпандай бақыт еді басындағы. Сұлтандай әкемізді 100-ге дейін жетелеп, апам жүрсін қасындағы. Шынымен Бердақ деген асыл жары, ағайдың бақыты ғой басындағы. Аузын алла, қолына құман алған, қашанда тасқамалы дұға болған. Ерландай ағамыз да аман жүрсін, асылдың атамыздан мұра болған. Әулеттің ұйытқысы болып жүрсіз, ізгілік басталады бір адамнан. Соншалық болмасан да заңға рақын, жырым бар өз қазағым таңданатын. Қазақтың күншілдік бар, көбісінде көршіміз байып жатса дал болатын. Біреуі егін ексе, екіншісі көре алмай тап сол жерге мал бағатын. Дегенмен күншілдігін көрсетпейтін, аман жүр алтын ағам, жан болатын. Аман жүр алтын ағам, нұр болатын. Құдай бізді сақтасын қанды қолдан, ақынның көп өлеңі дәмді болған. Мұнатқан орын басар күйші бала, күйіне би билейтін домбыр алған. Менде бір беті қалың жан екенмін, алдында күйшілердің домбыр алған. Домбыраңды тартасың да, ақиқатты айтуға қорқасың ба? Шынымен қайнар ақын тағы келді, Апоқтай балдарыңның арқасында. Апоқтай менің бауырым аман жүрсін, жарқын айдай жан жарып барқасында. Алдында ақыл айтар анасы бар, бір апа қарындасы қалқасында. Ендеше Апөкке бір қол соғыңдар, марқайсын ағайынның ортасында. Мәнісін айыратын ақ қараның,
atamdan makal edi жаттағаным. Жаңғылыштың бір ұлы болған менен мен олай бөлінуге жоқ боламын. Сондықтан да жаңғылыш жақайыммын, тамақтабын қырғыздың төрт қарамын. Алматыда біреулер менсінбесе, шалқардың шатағымын деп қоямын. Осындай жерлестерім тұрған кезде мен қалай шалқармын деп мақтанамын. Менде де айта берсем ән жетеді, бірақ та ұзақ жырдан мән кетеді. Ол түгіл ауызға сап шайнай берген қазы мен қартадан да дәм кетеді. Көп жерде бүгінгідей терлемеп ем, неге бүгін маңдайдан тер кетеді. Аңында ақтер көктер болып тұрған маған да бір қол соқсаң өзінде үлкендердің мән жатады, бойында сұлулық пен сән жатады. Сұлтан ағай бізге де бер батаңды, бақытты боп кетейік ел қатардан. Бұл күнде ақсақалды ата болды, онда да аппақ намыс ар жатады. Шашыңыз ақ болғанға таң қалмаймыз, басында биік таудың қар жатады. Шариғаттың шеңберінде атамнан хақ ислам көргенімде, үмметімнің көптігімен мақтанам деп Мұхаммед сөз қалдырған зерделіге. Көбейтсек пайғамбардың үмбеттерін, таршылық ете қоймас жерлеріңе. Бұл күнгілер екеуден асырмаймыз, ауыр жүк түсетіндей белдеріне. Құдайым нәсіп етіп асылғанда 10 шақты бала болсын еңгемін. Төрдегі ақсақалдар әкем болсын, ақсамайлы арулар анам болсын. Осылардан тәрбие өнег алған біздердей ұрпақ қайдан жаман болсын. Ұрпағын тура жолға салып жүрген ата-ана өзіңіздей аман болсын. Немеренің қызығын көрдіңіздер, шөбереге жететін заман болсын. Шөберенің қызығын сіздер көріп, пенсияның қызығын солары көрсін.